Сәлем достар, бүгін сіздермен галусиді ерекше етіп духовкада пісіретін боламыз. 30 минутта піседі, өте дәмді болып шығады, әрі өте сулы болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Одан да бөлек менің каналымнан көптеген пайдалы рецептерді таба аласыздар. Сол себепті каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің каналымды жоғалтып алмайсыздар. Салмасын дайындаймыз. Алдымен тартылған етті ыдысқа салып аламыз. Ыстық суда жібітіп алған күрішімізді қосамыз. Майдалап туралған пиязды қосамыз. Дәміне қарай тұз және де дәмдеуіштерден саламыз. 2 дана сарымсақты үккіштің майда тісінен өткізіп қосамыз. Барлығын қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді оны бір шетке қоя тұрамыз. Бізге осындай үлкендеу капуста керек болады, яғни қазақша айтқанда қырыққабат. Қатты жерлерін кесіп алып тастаймыз. Үлкен ыдысқа көп мөлшерде су құйып, жақсылап қайнатып аламыз. Қайнатқаннан соң 1 ас қасық 9% уксусты қосып, жақсылап араластырамыз. Капустамызды осы суға салып, жапырақтарын жұмсатып аламыз. Одан кейін екінші жағын аударып, осы қатты жерлерінде жақсылап қайнатып, жұмсатып аламыз. Содан кейін жапырақтарымызды үстіңгі бетіндегі жұмсарғандарын ала отырып, дәл осылай барлығын жасап аламыз. Міне жапырақтарымыздың барлығын алып алдық. Енді олар аздап суығанға дейін біз подливасын дайындаймыз. Ол үшін табаға май құйып жақсылап қыздырып аламыз. Туралған пиязымызды қосып 2 минуттай қуырамыз. Үстінен үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, тағы да 2 минуттай қуырып аламыз. Ұсақтап туралған балғар бұрышымызды қосамыз. Сарымсақты қосамыз. Жарты ас қасық тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап 1 минуттай қуырып аламыз. Бір ас қасық томат пастасын немесе помидорды турап қосуға болады. Бұны да 2 минуттай қуырамыз. Дайын болған подливамызды бірден протеинға салып, тегістеп шығамыз. Не барлығын салып, бір тегістетіп жайып алдық. Енді галусиімізді түйеміз. Алдымен жапырағымыздың қатты жерлерін дәл осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп алып тастайсыздар. Салмасын салып, түйіп аламыз. Жапырағымызды рулет тәріздес етіп ораймыз. Одан кейін ішіне қарай айналдырып түйіп аламыз. Дәл осылай қалған галусиларымызды да түйіп аламыз. Галусиларымызды протеинге орналастырып шығамыз. Міне дәл осылай салып аласыздар. Өте қатты тығыз етіп жібермеңіздер, піспей қалуы мүмкін. Томатный соусын жасаймыз. Табаға май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. 3 ас қасық томат пастасын қосып қуырамыз. Оның үстінен су құйып, жақсылап араластырамыз. Үстінен қант, тұз, қара бұрыш қосып аламыз.
Осылай 1-2 рет араластырып, оттан аламыз. Міне осымен біздің соусымыз дайын болды. Енді оны галцуйымыздың бетінен қасықпен құйып шығамыз. Соустың барлығын құйып болдық. Бетін фольгамен орап аламыз. Галцуйымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіріп аламыз. 25 минут өткеннен соң бетіндегі фольгасын шешіп алып тастаймыз. Тағы да 20-30 минутқа печка қойып пісіріп аламыз. Міне достар, осымен біздің галцуйларымыз дайын. Қараңыздар, өте әдемі болып қызарып пісіп шығады. Тарелкаға салып аламыз. Бетінен майдалап туралған ас көп қоссаңыздар болады. Міне осылай дастарханға тарту етсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Сол себепті достарыңызбен, құрбыларыңызбен немесе WhatsApp группаларға таратсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеоларда кездескенше.